Креш жорықтары 1096 жылдан басталып, 1272 жылға дейін жалғасқан еуропалық рыцарьлардың шығыстағы мұсылман елдеріне қарсы басқыншылық жорықтары. Барлығы 1995 жылы басталды. Рим папасы 2 Урбан Францияның Клермон қаласында халыққа үндеу жасайды. Қасиетті жер Иерусалимді мұсылмандардан азат етейік. Бірақ бұның шын мәнісінде ол өзіне бай жерлерді тартып алғысы келді. Рим папасының үндеуін қабыл алғандар киімдеріне қызыл матадан жасалған крест белгісін тігіп алды да жорыққа аттанып кетті. Негізінен 8 крест жорығы болды. Бүгін біз бастапқы 3 крест жорығы жайлы айтатын боламыз. Бірінші крест жорығы 1096-1099. Алғашында кедей шаруалар Петр Пустынник басқаруымен шықты, бірақ көпшілігі жолда қырылды. Кейін бай, жақсы қаруланған рыцарьлар жорығы басталды. Олар Кіші Азия арқылы өтіп, 1098 жылы Эдессаның, кейін Антиохияны басып алды. Соңында 1099 жылы Иерусалимді жаулап алып, онда Иерусалим корольдігін құрды. Екінші крест жорығы 1147-1149. Бірінші жорықтан кейін кресшілер шығыста бірнеше мемлекет құрған еді. Бірақ 1144 жылы мұсылмандар Эдесса қаласын қайта тартып алды. Бұл оқиға Еуропада үлкен дүрбелең туғызды. Сондықтан Франция королі 7 Людовик пен Германия императоры 3 Конрад жаңа жорық ұйымдастырды. Олар Иерусалимді қорғап, Эдессаны қайтарып аламыз деп мақсат қойды. Алайда жорық сәтсіз өтті. Жолда әскердің көбі аштық пен аурудан қырылды. Ал тірі қалғандары Сирияда мұсылмандардан жеңілді. Үшінші крест жорығы 1189-1192 жылдар аралығын қамтыды. 1171 жылы Египетте билікке Салахаддин келді. Ол мұсылман елдерін біріктіріп, 1187 жылы Иерусалимді кресшілерден азат етті. Бұл Еуропада үлкен ашу тудырды. Сөйтіп Германия императоры Фридрих Барбаросса, Англия королі Арыстан жүректі лақап атымен танымал Ричард және Франция королі 2 Филипп Август 3 крест жорығын бастады. Бірақ олардың арасында бірлік болмады. Фридрих Барбаросса жолда суға кетіп өлді. Франция мен Англия патшалары өзара қақтығысты. Ричард пен Салахаддин арасында бірнеше шайқас болды. Бірақ христиандар Иерусалимді қайтара алмады. Соңында екі жақ бейбіт келісім жасады. Мұсылмандар қалаға ие болып қалды, ал христиандарға қажылыққа келуге рұқсат берілді. Осылайша біздің бүгінгі сабағымыз аяқталады. Алда екінші бөлімі болады.